Сәлем достар, бұл Кастияғы шолу. Бүгінгі видео Redmi Note 8 Pro туралы. Бұл Mi 9 сияқты топ смартфон емес, бірақ көп күш қосуға тырысты. Айтпақшы, көбісі менен сұрайды, бұл смартфондарды қайдан аласың деп. Достар, егер оң жақтан немесе сол жақтан дропшоп магазины туралы жазу шықса, мен сол жақтан смартфонды алдым деген сөз. Олардың бағалары арзан және сервисі жақсы. Сілтемесін төменде қалдырамын. Төрт басты артықшылықтары. 4 камерасы бар, толығырақ кейінірек айтамыз. Диагоналі 6:53, күрек деп айтпай қояйын, бірақ бір қолмен қолдану қиын. Бұның процессоры Mediatek G90T, Snapdragon мен тілімен 700 бен 800-дің арасы, өйткені 730-дан жақсы, бірақ 845-ке жетпейді. Аккумуляторы 4500 мАч. Естеріңізде болса, 1 миллион теңгелік смартфон Galaxy Fold ішінде 5200 мАч. А мынау кішкентай смартфонда 4500. Ал енді ойлаңыздар. Бірақ күші көп процессор, көп аккумуляторды қажет етеді. Ал енді бағасы жағынан 6 гигабайттық аузу және 64 гигабайттық ішкі жады бар, 80 мың теңге. Ал 6 гигабайттық аузу және 128 гигабайттық ішкі жады, ол 90 мың теңге. Бұндай күшпен бұдан арзан қандай смартфон бар деп ойлайсыз? Комментарийға жазыңыздар. Ал енді толығырақ 3 түсті болады. Ақ, мұхиттық, көк және мынау нефритті. Қорабында не бар екенін көрсеңіздер, алдарына жайып қойдым. Өзінің чехолы бар, өзінің кітабы бар, тез қуат алатын адаптері бар, кабелі USB Type-C. Байқасаңыз, кейінгі уақытта Xiaomi смартфондары құлаққа салмайтын болды. Басында мен мынаны 4 камера деп ойладым. Соңғысы камера емес, саусақ сенсор екен. Шын айтсам, тез жұмыс істейді, енді ракетадай жұмыс істейді. Камера туралы айтатын болсақ, ең үлкені 64 мегапиксель линзасы бар, кең бұрышты линзасы бар, портретті режимі және макросъемкаға арналған линзалар бар. Стабилизациясын қостым. Жақтауы пластик болса да, жалпы смартфон қымбат көрінеді. Оң жақта стандартты батырмалар, асты жағында 3,5 мм мини-джек, Type-C қосқыш, монодинамик. Айтпақшы, монодинамик ыңғайлы орналасқан, өйткені ойын ойнағанда динамик жоғар жағында қалады. 90 мың теңгелік смартфонның динамигі 300 мың теңгелік смартфонның динамигіне қатты шығады. Экраны жоғарда бір тамшысы бар. Блоктан сіздің бетіңіз арқылы және саусағыңыз сенсор арқылы ашуға болады. Артында 4 камера. Астындағысы камера деп ойласам, ол саусақ сенсор екен. Экрандағы сенсордан көрі осы дұрыс сияқты. Баптаулардың бәрін ауыстыруға болады. Тамшыны түзетуге болады. Көзді ауыртпайтын режим қоюға болады. 2 рет экранға басып оятуға және тағы басқа көп баптаулары бар. Радиосы бар, пульті бар. Оны басқа видеода толығырақ көрсетемін. Камерасы 64 мегапиксель деп тұр. Бірақ мен ылғи қайталаймын. Xiaomi камераларын тек күндіз түсіру керек. Жарық аз болса, өте нашар сурет аласыз. Кең бұрышты линзасы бар, ол жақсы. Ал макро линзасы бар, ол жаман. Жоқ, жаман емес, ол не үшін? Бірақ шыбын түсірем десеңіз керек. Айтпақшы, портретті режим бар, ал фронталды камера 20 мегапиксель. Видеоны Full HD тұрмақ 4К түсіре аламын дейді. Бірақ ол маркетинг менің ойымша. Электронды стабилизациясы бар. Оны далада тексереміз. Операциялық жады 6 немесе 8, ішкі жады 64 немесе 128 болады. Яғни бұл ойнауға арналған смартфон деуге болады. PUBG максималды параметрмен ойнауға болады. Бірақ
танк ойнағанда қатып қалады кейде. Ал асфальт 9 мүлдем жоқ. Неге екенін түсінбедім. Қызады ма десеңіз, Mediatek Snapdragon'нан гөрі қызады. Бірақ Mediatek процессоры смартфонды арзан қылдырады. Және 64 мегапиксельді камераны өңдей алатын тек Mediatek процессоры. Ұсақ түйектерден 2 сим-карта салатын слот бар, бірақ флешка салам десеңіз, бір сим-картаны алып тастау керек болады. NFC бар, төлей беріңіз. Бәрімізге ұнайтын дүниежүзілік Antutu тесті бойынша 286.2900-ді көрсетеді. Қорытындылайтын болсақ, Redmi Note 8 Pro процессоры күшті, камерасы 64 мегапиксель, бірақ тек жарық кезде түсіру керек. Түрі қымбат, бірақ бағасы арзан. Сатып алам десеңіз, сілтемесі төменде. Осымен шолу аяқталды. Ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сыйлығыңыз Redmi Note 8 Pro болсын. Сау болыңыздар.